noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Ал халайық қайырлы таң. Кешегі жер болса, жақсы жер таңдаппын. Да, осы уақыттың ішінде тек қана түнде бір рет таңғы 12:30-да ма, түнгі иттер өтті. Былай жағына жаман емес, мен тыныш жаттым, соң кетіп қалды олар үріп-үріп. Тура қасымнан өтті. Мына жерде жүктің арт жағынан. Так, и вот. Сосын мен қазір жуынамын. Өйткені жуынбағанымда көп болды. Көрсетіп жіберейін. Видеосын кішкене ашып жібересің мына қақпағын. И бүйтіп үстінен құясың. Өйткені мен қатты терлеймін түнде. Және жуынбағаныма бірнеше күн болған соң өзін таза ұстап сөйткен жөн. Ешкім тоқтамайды ғой. Ал мінекей жиналдым. Желбірет көк туды, бойызыңды кім қандай жүр? Кімге қандай ру, біздің менталитет қой бұл. Мен бір отельге кірдім, оларда швед үстел екен. Таңғы астары 200 мың тұрады екен. Мен айтам, менде ондай ақша жоқ деймін да. Мен бюджетім ондай емес. Мен ойлағам, бір 100 мыңдайға тамақшы оламын деп. И олар не сонда да қарамай, типа қазір дейді да, кішкене сөйлесіп жатыр өз араларында. И короче, мынандай берді маған. Қандай мейірімді. Тек қана бір ревью қалдырыңыз дейді. Мен айтам, мен 100 мың бере салайын дейді, там 10 мыңнан әрқайсыңа бере салайын деген сияқты. Жоқ дейді, керек емес дейді. Тимур деген акамыз, Сафрон деген кафе, Меркур деген отель, керемет жер. Бұхарада болсаңдар, мында келіңдер. Бақтыр еңбек, тамақ болса. Кешегі нан әлі бар, нан бермеген ғой. Сұраға ұяғасың үшін. Атак нан күшті болды. Күшті болып жүрген. Көп ойланғам, алмай қойын деп. Менде бір пайым бар. Мен кіргенде өйстіп кірдім ғой. Заттармен кәдімгідей ғой, чейіндегідей. Мынаумен мен шетелдік сияқты көрінген сияқтым оларға. Сол үшін олар маған ағылшынша сөйледі. Мен ағылшынша жауап берген соң олар түгелдей шетелдік деп ойлап қалған. Қазақ бауыр емес. И сосын осындай жест көрсеткен маған да, ревью қалдыра салыңыз деп. Өйткені енді шетелдіктер келетін жер ғой. Ревью болса ағылшынша қалдырам әлбетте. И сол үшін күшті. Ал енді қозғала берсек болады. Тамақ іштік. Келесі стоп Хива, Хорезм. 14-ші ғасыр салынған дейді. Мына жазып өзіледі. Жерде бір көгершік тұрған. Міне. Бірақ антар. Ал маған бірінші рет осындай тоқтады. Киноларда болады ғой ондайлар. Маған тоқтаған сияқты. Қателеспесем. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, ака. Хиваға барасыз ба? Ургенч? Let's go. Давай. Так, ішін көрсетіп жіберейін ба? Бөлшектердің қалай жүреді? Бірінші Маньяктан. Мына жерде ұйықтайды. Ұйықтайтын жер бар. Мына жерде жүктің бәрін салып қояды. И мына жерде клем төсеп қойған, кәдімгідей күшті керемет. И және өте биік. Марварит німасының алдыға, шындай ма? Так, осылай ашылады. Мынау тоңазытқышы. Так, мына жерден ашылады. И мынаның ішінде салқындатып тұруға болады. Қандай керемет технология? Карамат технология. Ал, біз кеттік. Так, мынаның ішін көрсеңіздер, ішінде өсімдіктер. Жолжай. Бұл фура, ол Мәскеуге баратыр екен. Акамыз Мәскеуге баратыр. Негізі бар ғой, мен айтқан едім осы соңғы видеолардың ішінде Өзбекстан өте жасыл ел деп. Негізі бар ғой, Өзбекстан ондай қатты жасыл емес. Бірақ Өзбекстанда артезиандық жердің астында су көп. Ол біріншіден. Сол үшін сол су арады да егіндерге сол суды не істейді.
қолданады. Бірақ мысалы Өзбекстанның аймағының көпшілігі бар ғой, ол негізі шөл. Оазистер бар. Самарқандтың оазисі, Бұхараның оазисі, жаңағы Үргенч оазисі. Соларда қалалар орналасқан да, сол жерлерде ауылдар, адамның тұрған жерлер орналасқан. А былай Өзбекстан аймағының көпшілігі былай картадан қарайтын болсаңыз, спутниктан, ол қоңыр. Демек, ол не? Ол шөл. Ал бізде тамақ стоп. Тамақ шоғамызда сосын ары қарай кетеміз. Үргенчке. Мінекей. Кішкене болды. Тегешектерді өлшеп, тексеріп, жолға жарай ма? Кезінде марқұм нағашы атаммен тие берсін. Жүрген сияқты болып жүрмін балалық шағым кезінде. Опа, не опасно дейді. Осындай тұраққа келдік. Так, мынау қатық деген нәрсе. Жеп көрейік ал. Тесін да. Ложку возьми, ложку. О. Айта алмаймын да мен. Түсіндіре алмаймын. Қызық факт, өзбекше өзен білесіңдер ме қалай болады? Дария болады. Сырдария, Амудария. Әлі бір шама осы кафеде отыратын болған соң, енді 50 градуста алада. Шиналар, машинаның тегешектері қысым көтерілген соң температурадан тым жарылып кетуі мүмкін. Қауіпті. Сондықтан осы жерде отырып, мен өз аш қалмау үшін әлі бір шама сағат болады. Қалаға жеткенше өз қағидамды бұзып, осы бульон сұрап алдым. Етсіз енді бірақ. Бульоны еттік о. Өркен ет болмаған жаман ау. Осындай тағамдарды жеу тура келеді. Еба халайық. Осы шығып қалғамда жетіханаға мынау деген мүмкін емес екен. 50 градус. Жаман сезіледі. Кәдімгі менің терім бар ғой, күйіп жатыр. Басымнан кәдімгідей андай итермелеп жатыр. Күннің сәулелері басып. Тағы бір қызық факт. Хорезмдегі өзбекше, ол негізі басқа түркі бұтағынан шыққан екен. Түркі тілдер 3 бұтаққа бөлінеді ғой. Оғыз, қыпшақ және қарлұқ. Оғыз деген түркмен, түрік, Әзербайжан тілдері. Қыпшақ деген енді татар, қазақ, қырғыз да, қарақалпақ. Сосын қарлұқ деген ұйғырлар мен өзбектер. Бірақ кезінде тарихи дейді. Бұл кісі, можно, да, я вас покажу? Да? Бұл кісі ол хорезмнен екен. Оғыз, олардікі Оғыз түркі тілдер. Түркі тілі кезінде тарихи болған. Сосын өзбектер келгенде, өзбектердің астынан болғанда, олар енді қосылып, бір халық болып қосылды ғой. И сол кезде кішкене өзгерткен екен, диалект қылған екен бұл тілді. Бірақ негізі ферғанада сөйлейтін өзбек тілі. Ол қарлұқ тілі, ұйғыр сияқты. Ал бұлардікі түркмендерге, Әзербайжандарға ұқсайды. Олар Оғыз, Хорезмнің өзбекшесі. Қызыға? Температура тым ыстық. Өйстіп жабылып алып жатырмыз. Күту керек енді. Ыстығы басылғанша. Осылай тұрмыз ал. Рақаттай. Topraklarının yanında. Ya bir yerde düğüne köprü geçirme. Hem bir yerde şokula geldiler. Мына жерге қарап, Маңғыстау есіме түседі. Маңғыстаудың жері осындай ғой. Байқасаңыздар, жайлап келе бара жақындаған сайын ландшафт сол Маңғыстауға тәрізделене береді. Өйткені ол шөл, осындай анда-санда өсімдіктер өсіп тұрады. Нағашы атаммен балалық шағымдағы қырына, мал ауылына барғаным есіме түседі. Осы жерге қарағанда. Бұл жерде мен кезінде туылғам. Жақындап келе жатырмыз Маңғыстауыма. Ал бұл соңғы хат бүгіндікке. Әлі жеткен жоқ Үргенчке. Және бір шама қалды.
Bana şu sen kameraları verdi de. Құдай сақтасын, мынаны қараңдаршы. Құдай сақтасын. Еба, дауыл келе жатыр. Жаңбыр жауады, қатты жауайын деп жатыр. Мына дауылменен. Мынандай дауылға тап болдым ба, мен өмірімде тіпті білмеймін-ау. Аңғара, тұман. Көрінбейді, ана арғы жақтар. Құдай сақтасын. Желді естіп атсыңдар ғой. Ешкім бүгін бар ғой, бәрі тоқтаған, ешқайсы Хорезмге жете алмаған жеңіл машиналарда да, олар тіпті шыға алмаған да Бұхарадан. Бәрі тұрған, өйткені мынандай айтады, мынандай ауа райы, мынандай температура мүлдем болмаған дейді, ешқашан болмаған дейді.